мен өз шындығымды айтқым келеді. Өйткені ол бағдарламада көбінесе монтаж дейді ғой, мына қазір қырқылып тастаған дүниелер бар. Айтылған нәрселердің көбісі берілмей жатқаны бар, оны журналистер сіздер жақсы білесіздер. Бірақ халыққа айтарым, кейбір халық ойлайтын шығар, осы бірінші бағдарламаға Омаровтарды шақырғанда неғып келмеді деп. Мүлдем бірінші программаға, бағдарламаға бізді шақырмаған. Бізге айтпағанда, бізге айтпай осыны түсіріп білмеймін не екен, хайп па, бұл жаңа қазіргі рейтинг па көтеру ма, не үшін, мақсат қандай болған. Өйткені бір ауыз бізге астарлы ақиқат айту керек еді, айтпаған. Мүмкіндігінше ана Камшат келіміз ғой енді, жаңа Көзайымның анасы, соған айтқан екен, сен Омаровтарға айтпа, білмей ақ қойсын, бұл программаға шақырмаймыз, әкесіне де баласына да Заринаға да айтпа деген. Міне, нағыз шығынды болса. Осы туралы айтылған болады, бірақ оның бәрі кетіп тастады. Одан кейін халықты ойламау үшін бізге енді 2 жылдан кейін жаңа бір ғана телефон шалып, 2 жылдан кейін осындай қызыңыз бар. Осындай десе, кім оған сенеді? Мысалы, сол жерде тұрып, ар жақ біреу ұрланып жатыр, біреу қиналып жатыр, кредитке ақша сұрап жатыр. Кім звондамайды маған? Ол нәрсе бар. Одан кейін мына нәрсені ескермеді олар. Тақырыптың өзі дұрыс болмады. Марат Омаровтың некесіз немересі. Менің әріптестерім, мен өзім жалпы білмеймін, астарлы ақиқаттың редакторлары білмей ма, или білсе де айтпаған ба, бүкіл әлемдік композиторлар ассоциациясына 2000 жылдан бері мен мүшемін. Ол бір. Біріккен ұлттар ұйымының достық орденіне ие келдім. Мына Лондондағы творчестволық бірлестік гильдиясының уәкілімін. Соны біле тұра, халықаралық деңгейдегі жүрген адамға Марат Омаровтың некесіз немересі деген аттың өзі жаман болып тұр, халыққа, елге. Оны хайп болып тұр ма, өздерінің рейтинг көтеріп. Осы тұрғыда мен емес, жалпы Қазақстанның заңында, мысалы Қазақстан Республикасының Қазақстандық азаматтық қорғауда 31-ші бабында осы азаматтық намысы мен ар ожданына кір келтіру үлкен қылмыстық іс болып жарайды. Осы тұрғыда егер де Қазақстан заңына бағынбайтын болса, біз халықаралық дәрежеде шағым түсіреміз, наразылық білдіреміз деп жатқандар бар. Көрдіңіз бе? Мен бала үшін осы жолы жай кешірдім. Бала деп, бірақ дегенмен де олар наразылық әлде де туады. Олар кешірім сұрасын деп те айтып жатыр. Өйткені ең бірінші бағдарламада сараптама бітпей жатып, дәлелденбей жатып, бірденнен Марат Омаровтың немересі, некесі немересі деп шығудың өзі бұл заңсыз деп жатыр. Дәлелденбей жатыр. Қалайша олар бере алады. Себебі, тағы да айтып кетерім, олар біздің қазақ тілін түсінбейді ғой. Дегенмен де менің суретіммен жаңағы Камшаттың суреті тұрды, ортада қыз тұр. Сонда олар ойлапты, менің некесіз қызым, аты немере. Көрдіңіз бе, қандай мәселе? Міне соған бола шағым беруіне болады. Наразылық білдіріп өткенде. Сондықтан мен ойлаймын еді, біз айттым мен оны, бірақ сол монтажда кесіліп тастады. Енді оны қойшы еді, мақұл ол. Тақырыбы да мақұл. Бүкіл әлемдік композиторлар халықаралық дәрежедегі сотқа шағым білдіруде мейлі қойшы. Ең кесілмейтін нәрсе бар. Білесіз бар ма? Білесіз ба? Мен үшін. Марат Омаров қалай біледі халық? Анашы мәні. Анасы бар, адамдар. Ал енді менің анам қайшада білесіз ба? 95-ге келген. Ең ауыр тигені анама дейді. Бұны ешқашан кешіре алмайды. 95 жастағы анам 200 давлениесі 200-ден астам болып, скорый помощь алып кетіп, ауруханаға алды. Жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің, табынарым. Анашым шалқып күлісем, алдымда ұзақ жүрсем, жүрегім жыр толғайды. Ол кісіге ауыр. Шындыққа жетпей жатып осындай нәрсеге бару деген, мен айттым, мен Динаға айттым. Осыған кім жауап береді ертең алай дүлей болып кетсе анам? Анам осы дүниеден осыған байланысты алай дүлей болып кетсе кім жауап береді? Осыны ойладыңыздар ма? Деген нәрселерім бар. Бәрін білеміз. Ал кім айтады? Халық біледі, сол жерде отырғандардың бәрі бар, журналистер бар, сұрақ беріп отыр.
сараптамашылар бар сол. Осы шындық менің айтамын. Бұның бәрі бар, куәгерлер де бар. Диктофонға да жазылған осында. Бұны білу керек халық ел. Өткені маған айтып жатыр, бірінші бағдарламаға сіздер шақыртты, сіздер келмепсіздер. Міне, халықтың ойы. Әрине, осындай бағдарламаға, мен айттым ғой басында келе салысымен бұл бағдарлама шыққанда. Маған алып келмедіңдер ма дедім. Соның алдында айтылған тұр. Бірінші бағдарламаға неғып шақырмадыңдар деген. Сұрақ оны алды. Көрдіңіз бе? Маған неғып алып келмедіңдер деген қалды. Көрдіңіз бе? Сонда ой келеді. Бұл астарлы ақиқаттың мақсаты неде? Мазмұны, мақсаты неде? Қандай мақсатпен? Марат Омаровтың әлемге әйгілі бүкіл әлемдік композитор ассоциациясы, ұмытпаңыз. Біріккен ұлттар ұйымының достық ордені иегері. Оны неғып айтпаймын мен? Айтуым керек, халық білу керек, ел білу керек. Күні кеше ғана авторлық, қай жерде болмасын өзінің авторлық құқығымды қорғау үшін Евразиялық юристер қоғамы бар. Мен қорғайтын. Сол юристер қоғамы көбінесе менің әндерімді интеллектуалды, азаматтық құқығымды қорғаймын. Олар да шағым түсіремін. Бір бала кішкентай ғана көзайым үшін жай ғана мен өзімді өзім ұстап қалдым. Қазақ халқы елім болған мен өте ауыр тиді. Әсіресе айтып отырмын ғой, ең ауыр тигені анам ауыр тиді. Ойлаңыздар енді, өзіңіз ойлаңызшы, әркімде ана бар. Біз анадан жаратылғанбыз. Мен бәрі туралы айттым, бәріміз осы отырғандарымыздың бәрі анадан жаратылған. Әрбірінің үйінде шаңырақтарында аналарың бар. Осыған көзқарас қалай болар екен? Енді жалған осындай бірінші бағдарламаға шақырмай жатып, осындай Марат Омаровтың некесі немересі, яғни некесіз қызы деп ойлап жатыр. Қолдау ма, қорғау ма, қорлау ма? Қорлау. Қорлау болса оған қылмыстық іс бар. Екінші. Бәрін қойсын, жалпы. Оның бәрін алып тастау. Енді ана деген айналайын-ау, Арман. Бүкіл халық ел біледі. Мен жаңа анашымды айтып отырмын. Анашымды барлық тілде орындайды, 7 тілге аударылып жатыр. Жалпы қазақтың қыздарының жылауын қаламайды. Ешқашан. Біз қайырымдылық концерттер береміз. Жетім балалардың үйіне береміз, қарттар үйіне береміз. Мысалы шетелде жүрген кезімде қазақтың балаларын сатып алған американдықтарды көрдім. Штат Детройт. Сонда келіп қазақтың баласы келіп қасыма келіп, анашымды айтып отырғанда қасыма келіп, басын сипап, ана бала жақындап алып кетші дегендей болды. Сонда әйелім асыл жарым айтады, алып кетейікші мына баланы. Қазақ қой, қаны қазақ тартып тұр ғой бізге деп. Айналайын-ау, қазақтың көбейгенін қалаймыз ғой біз. Қазақтан кім қашады, айналайын-ау. Жағдай болып жағдай, енді кімде болмайды. Өткен тағы да бір нәрсе, азамат маған айтпаған, себебі ол сенбеген. Бірақ рет болғанда ол қалай айтады, әке осындай деп. Айтамын ол. Оған өзіне де бір жарым 2 жылдан кейін хабарласып отыр. Оның бәрі халық біледі ел. Ең негізгісі бірінші бағдарламаға шақырмағандықтан халық бәрі ойлап қалды. Бұлар немеге қашып жүр, содан кейін неған. Ешкім қашқан емес. Тағы да айтамын. Сондықтан енді осындай жағдай. Кішкентайдың болашағына қатысты. Кішкентайдың болашағына байланысты 8 наурызда әдігірді әп-әдемі көйлекті подарок етіп 8 наурызда арнайы мен жаңағы банктен жібердім счетына. Ол енді әкелік аталық парыз. Мен қашанда болса да қамқорлық жасаймын. Назарыңызда болады бұдан. Қашпаймын, қамқорлық жасаймын. Әрқашанда оның өскенін қалаймын. Ертең күні оқыту, басқа нәрсе бар дегендей. Оның бәріне айналайындар-ау. Ол көзайым шынымен де бізге келген бақ шығар. Бақ. Айтады ғой, бармақтай, таудай талап бергенше, бармақтай бақ берсін деп жатыр. Сондықтан да бақ болып келген шығар. Өткені мынандай коронавирусқа антивирус жасап отқан olsa көзайымда үлкен бір жетістігі, жеңістігі шығар деп ойлаймын. Енді естеріңде болсын. Сиырға келген күн бұзауға да келеді. Әрине. Қорқыныштың артында қуаныш бар. Алла сақтаса, қазағымыз аман болсын. Мына қорқыныштан да сақтасын болып жатқан үрей, әлемдік үрейден. Сол сақтану ретінде, алыстату ретінде әлдер де шығарып жатырмыз. Әлде де шығады. Қазағымыз аман болсын, еліміз жұртымыз аман болсын деп ойлаймын.